Сорпаның бетіндегі майды сізде ысырып тастайсыз ба? Ендеше видеоны соңына дейін көріңіз. Қазір көп қыз-келіншектер, оның арасында жас қыз-келіншектер артық салмақтан арылам деп, немесе өз мүсініне өзі көңілі толмай, сорпа ішкен кезде бетіндегі майын сырып тастайды, тамақтағы майды алып тастайды. Әрине, бұл әрекеттің барлығы дұрыс емес. Майдың да біздің ағзамызда өзінің атқаратын үлкен қызметтері бар. Біріншіден, май біздің әйелдік гормондардың жасалуына қатысады, және де сол арқылы ай сайын біздің етеккіріміз уақытылы келеді. Екіншіден, май біздің өтіміздің қалыпты жұмыс жасауына көмектеседі. Біле білсеңіздер, өт біздің жеген тамағымыздың құрамындағы майды ерітуге көмектеседі. Егер сіздің рационда пайдалы май болмайтын болса, онда өт өз функциясын орындамай, сол өзінің қалташасында тұрып, ұйып сол жерде қатып қалады. Ал енді үшінші функциясы өт біздің миымыздың қалыпты жұмыс жасауына көмектеседі. Біле білсеңіздер, ми өзінің жұмысы үшін энергияны кетоннан алады. Ал кетонды біздің ми майдан алады. Сол үшін де қыздар, егер осы күнге дейін пайдалы майды мүлдем жемеген болсаңыздар, арықтау мақсатында болса да, өз рациондарыңызға міндетті түрде пайдалы майды қосыңыздар.